Бәрекелді. Апа, қош келдіңіз. Кешімізге. Мына енді құрметті кеште қалың арман қарай. Нұрикамал әнінің негізі қалай шығу тарихын барлығын өздеріңіз апа айтып өтсеңіз. Нұрикамал әні тарихты тағдырлы өлең. Біз осыдан тура 30 жыл бұрын 88 жылы біздің облысымызға Торғайдан облыстық партия комитетіне жолдамамен Нұрикамал Сейітжанқызы келеді. Нұрикамалдың енді ол кезде қазірде жаман емес, керемет, әдемі, сұлу кезі, ол Шымкенттің жігіттері ғашық болып сөйтіп жатқан. Жаңағы Нұрикамал әнінің авторы менің жолдасым, яғни күйеуім, ол да Нұрикамалға қатты ғашық болып қалады. Сосын осы әнді сөзінен бұрын ән туады. Ғашық болған адамды білесіздер, бәріңізде ғашық болып көрдіңіздер жігіттер. Көңіл күй бір жерде емес, күрсіне береді, ұйықтай алмайды түндерде. Сонымен ақырып бір күні кештен таң атқанша пианиноның құлағынан түспеді. Сосын мен бір жақта балалармен жатам, тыңдап жатырмын. Через стенка пианино жаңағыны тыңдап жатырмын. Ұрының атына өзіне сай дейді ғой. Ол композитор, ол ғашық болушы адам. Сондықтан оның жүрегінің дүрсілін, оның кірпігінің қалай қисайғанын бәрі маған таныс. Сол қабырғаның ар жағынан Нұрикамал, Нұрикамал деген музыка естіледі. Бірақ соның аты Нұрикамал сияқты. Сосын сағат 1 болды, 2 болды, 3 болды, 6 болды, таң атты. Сосын мен орнымнан тұрып бардым жанына. Барып едім, ұрлығының үстінен түскендей болып қалдым, ыңғайсыз болып қалдым. Сосын қалам қағаз берші дедім, мынау ән жақсы ән екен деді. Мен сөзін жазып берейін. Сосын бірінші шумағын жаздым. Қандай еді? Аспандағы айма дедім. Жастық шағым қайда менің? Жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар едім. Осы ма айтайын дегенің десем, осы дейді. Сосын қайырмасының өзі бір әдемі. Сосын айттым, давай сен қорқпа дедім. Композиторлар ғашық болып қалады да, Салимаға ғашық болса Әлима деп жазады, Нағимаға ғашық болса Забира деп жазады. Давай біз атын айтайық дедім. Сөйтіп маған бүйтіп қарап қалып, бұл қайдан біледі дегендей. Нұрикамал, Камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жаутаңдадым, қабағың-ай, қарағым-ай. Осы ма айтайын дегенің десем, осы дейді. Ішінде шапалақтар баямыз иә. Сосын Нұрикамалды білемін, бір пикникке көріп, көңілі қатты құлағым ғой азаматтың. Сонымен сол көкірегінде ән кеткен, ол өте жақсы музыкант, ол консерваторияны бітірген, ол Москвада, Ленинградта білім алған мықты дирижер, қазақта Шамгоннан кейінгі дирижер, сол менің жолдасым. Сосын жалпы мынау күйеулері біреуге ғашық болса, оған Нұрикамалды көріп, сосын айттым, күйеуімнің вкусы жақсы екен.
сондай бір әдемі, сұлу, оған енді ғашық болып өз жөнімен кетті. Біз Нұрикамал екеуміз қалып қойдық мына жақта. Соны біз доспыз, Астанаға барғанда мені күтіп алады, шығарып салады, жағдайымды жасайды, зыр жүгіреді. Маған қарағанда бұл бақуат. Сосын маған айтады, екеуміздің күйеуіміз қайда кетті деп. Сол мынау бізде бір өзіміз билей алмайтын бір қасиет бар, қызғаныш деген. Ол еркектерді қызғанбау керек, ноқтаны бос қою керек. Сөйтіп ол біреуге ғашық болса, сен өзің жазамасаң ақын тауып, соның сөзін жазып бер, сонда анау әйел үйленбейді ол. Ал енді бүгінгі қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді, мынау ақын келіп, мына санатория болан былай гүлденетін шығар. Сол осыған лайық жаңа басшы келіп, оның үстіне мынау әннің тарихы менен сіздерді таныстырып, ертең елдеріңізге кеткенде айтасыздар, мына Нұрикамал деген әннің авторы да, кейіпкері де келді, Бурабайда керемет кеш өтті деп. Солай ғой. Барлықта өзі рет менен келіп тұр. Әйтпесем бұл хабарды Шымкентте жасау керек еді. Олар Шымкентке жүрейік деп тұрғанда мен айттым, мен Бурабайда жатырмын, 20-сына емес, 17-сіне келемін деп сөйтедім. Сөйтіп жігіттер қайта звондады, апай, Бурабайда түсірсек қайтеді деп. Оларға да жақсы болды, Шымкентке барып жүргеннен гөрі 250 шақырым Бурабайға келе қалып,